Сәлем достар, бүгін біз помидордан салат жасаймыз. Бізге керек помидор, сарымсақ, чеснок, укроп, сұйық май, тұз. Помидорымызды осылай турап аламыз. Өздеріңіз білесіздер, қалай турсаңыздар. Ыдысымызға салып, шыны ыдыс болған дұрыс. Шыны ыдысымызға видеодағындай помидорымызды салып шығамыз қатарлап. Сарымсағымызды тураймыз. Пішіретіп тураңыздар. Видеодағындай тураңыздар, өздеріңіз білесіздер. Қалауларыңыз бойынша. Помидордың үстіне саламыз. Содан кейін укропымызды саламыз. Укроп дәм беріп тұрады. Дәмі өте жақсы болады. Укроп пен чеснок өте татты дәм беріп тұрады. Жасап көріңіздер. Видеодағындай осылай қатар сайын помидорымызды, чесногымызды, укропымызды, сарымсағымызды, тұзымызды, 1-2 қасық сұйық майымызды құйып отырамыз. Тұз дәміне қарата қосасыздар, көп қоспаңыздар. Чеснокты теретеміз. Қатар сайын осылай қосып салып отырасыздар. Бетін жауып, холодильникке 1 күнге қойып қоясыздар. Көргендеріңізге рахмет, комментарий, лайк басуға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.